Анашым, сен тым жылдам жүріп барасың, мен үлгермей жатырмын. Әлгі ағайды бізге көмектесу үшін сен шақырдың ба? Әкемнің рөліне оны шақырғаның үшін рахмет саған. Анашым, не себепті менің әкем жоқ? Сәубай, өтінемді қаршы. Анашым, қарашы, ана жерде әдемі көлік. Сәубай, менің жұмыстарым бар. Сен үйге көтеріле бер, үстелде сенің сүйікті чипсыларың бар. Сәлеметсіз ханым. Мен Ли Сую, Гумырзаның көмекшісімін. Сәлеметсіз бе? Сің ханым, Гумырза Цин Сяобай жайлы хабардар. Сіздің Цин Сяобайды гуәулетіне беруіңізге тура келеді. Бәрін түсінесіз деген ойдамын. Мен келсем, бірақ шартым бар. Мырза, Цин ханым үйіңізге келуге келісті. Жақсы, ақшаны оның шотына аудар. Қанша сұрады? Жоқ, мырза. Ол кішкентай мырзамен тағы 2 ай болғысы келеді. Содан кейін де онымен хабарласып тұрғысы келеді. Бар осы ма? Ақша жайында ештеңе айтпады. Заттарын жинасын. Содан кейін біздің үйге алып бар. Мен онсыз да бәріне келістім. Неге мені мәжбүрлейсіңдер? Ханым, бас тартуға асықпаңыз. Олыңыз әлі кішкентай. Жаңа жерде жалғыз өзінен ыңғайсыз болады. Тек сол себепті оның үстіне сіз онымен бірге боласыз. Осылайша біз 2 қоянды бір оқпен өлтіреміз. Гудың үйінде 2 ай тұру дегеніміз арыстанның апанында тұрған мен бірдей. Жай ғана барайын.